Поезд Алматыға кешқұрым кеп тоқтады. Әкесінің мұнда да таныстары көп екен. Қайнап тұрған шілденің күні болса да костюм киіп, галстук таққан 4-5 еркек бұларды вокзалдан дабырлай күтіп алып, манадан сазара тосып тұрған су жаңа 2 Волгаға қарай алып жүрді. Бағила бұл кісілердің кім екеніне, өздеріне қандай қатысы бар екендігіне де ой жібермеді. Әйтеуір, әкесі жүрген жерде ылғи осылай боларын, қайда бармасын, қай ортаға түспесін, бәрінде де сый құрмет иесі боп шығарын көз ашқалы көріп келе жатқандықтан бұл сияқты ерекше ықыласқа мән де бермеді. Машина көк терекке көмілген әсем көшемен зулап келеді. Күн әлі бата қоймаса да мұнда қара көлеңке, әрі ауа қоңыр салқын екен. Көшеге жаңа ғана су себілген болса керек. Машина доңғалақтарының дымқыл асфальты тыз-тыз тілгені ғана естіледі. Бағиланың желке тұсындағы дауыстар әр тақырыпқа бір ауысып келеді. Бір дауыс жазайында поездан гөрі самолеттің ыңғайлы екенін баяндай бастады. Өзінің жуықта ғана Ташкентке барып келген сапары жайлы, сонда барған жері Қаратай Исаевичтің келген жағынан әлдеқайда жақын болса да, самолетке отырғанын, жол азабын көрмей тез жеткенін сөз етті. Ташкендегі тамақтың көптігіне, шашлықтың молдығына тоқталды. Ташкенде көшеге шықсаң болды, алдыңнан жаюлы дастархан пайда бола кететінін, бір сомға жетер-жетпес ақшаға меймілдеп тоятыныңды ерекше ықыласпен айтты. Ташкент дастарханның табынушысы үзіліс салмай бөдене таласы жайлы елігіп сөйлей жөнелді. Мүлде басқа елден, басқа планетадан келген адам сияқты және осында отырғандардың бәрі кем дегенде ол қалада 4-5 реттен болып қайтқанымен ісі де жоқ. Көшенің жаңа ғана сызып өткендей аппақ жолақтарынан көз алмай келе жатып Бағила осындай салауатты, ересек адамдардың түкке тұрмайтын ұсақ тақырыптардың төңірегінде тамсана әңгімелеп келе жатқандарына, орынсыз жерде күле беретіндеріне, және ең бастысы күлкісіз нәрсенің өзіне қарқылдай салатындарына таңданумен болды. 2 машина құйрық тістесіп келіп қаланың қақ ортасындағы 6 қабат үйдің есігінің алдына тоқтады. Үй иесі жуықта Ташкент сапарынан оралғаны жайлы жол жөнекей ауыз жаппай әңгіме айтып келген ұзын бойлы, шашына ертелеу ақ араласа бастаған орта жастар шамасындағы ашаң кісі боп шықты. Бұлар үйге даудырлай кіріп келгенде, ас қамымен жүріп әлі халатында шешіп үлгермеген, жасы 30-ға жетер-жетпес қара торы әдемі келіншек есік алдында ұяла күлімсіреп сәлем берді. О, жеңеше, амансың ба деген әкесінің сәлемдесуінен Бағила бұл келіншек Ташкент дастарханның табынушысының әйелі екенін түсінді. Жеңеше деген сөз жас әйелдің болмысына мүлде қарама-қайшы келіп тұрса да, оған мұның құлағымен еті үйренген болса керек, өзінен әлдеқайда үлкен, тіпті қайнаға десе де ерсі көрінбейтін, Қаратайға қазақы, жайдары мінезбен. Қайным-ау, сені де көретін күн болады екен ғой деп қолын алжапқышына тез-тез сүртті де, құшақтасып амандасты. Ойпырмай, қолыңа билік тимей жүр екен дағы деп жалғастырды. Ол кісілердің алдына тапочка қойып жатып, бұрын жиі келуші едің, бастық болдың да көруден қалдық. Семіріп алғансың ба өзі? Қане, ол Қаратайды айналдырып көре бастады. Жоқ, анау айтқан сал қарын бола қоймапсың, ауданның бірінші басшысына бұдан артық болуға да болмайды. Мәлике, мұнда да үлкен кісі бар екенін ұмытпағайсың деді күйеуі әйелінің Қаратайды тым тамашалап кеткеніне қытымырлау дауыспен тоқтау салып. Келіншек топ кісінің арасындағы қағажу қалған Бағилаға бұрылды. Ту. Какая славная. Красивая. Ұмытпасам, атың Бағила ғой. Мәлике Бағиланың бетінен сүйді. Адамды картайтатын өзіңнен кейінгі деген дұрыс, бірақ өзіңнен кейінгі қыз баланы көріп картаясың десе дәлірек болар еді. Осыдан 2 жыл бұрын көргенімде шашы желбіреген ойын баласы еді, енді бой жетіп шыға келіпті. Картайдың деген осы ғой. Мәлике, философия айтуға әлі уақытымыз мол болар деп ойлаймын деді. Кәрілік жайлы сөздің бір ұшы өзіне қаттырақ тигенін сөзген күйеуі қонақтар жайғаспай жатып ақ әйеліне 2 рет ескерту жасап. Қазақтың маңдайына философияны Құдай өз қолымен жазған деді. Мәлике күйеуінің ескертуіне бұрынғысынша жайдары мінезбен оп-оңай тойтарыс беріп, өйткені философияны көргені мен түйгені бар адам айтады. Ал, қане, жоғары шығыңыздар. Дастархан үстінде ретті-ретсіз, әр түрлі тақырыптағы бытыраңқы жайттар сөз болды. Ауа райы, саясат, үкімет адамдарының арасында өткен әңгіме, біреудің қызметке тағайындалуы мен босауы, сонан соң, әлбетте, үй иесінің Ташкент сапарындағы көрген білгені де ұмыт қалмады. Бағила бұл әңгімелердің бірін ұғып, бірін ұға алмады, және олардың сөзінде ойда қалар, көңілді селт еткізер жаңалық, тосындық жоқ секілді боп көрінді.
Ол мұндай әр түрлі адамдар бас қосқан жиындарда әке-шешесімен бірге жүріп талай болған. Дастархан басындағы адамдардың ат жөндері мен түр-түсі, атқарар қызметтері басқа болғанмен бәрінің айтар сөздері мен күлкілері, әзіл-қалжыңдары бір-біріне ғажайып ұқсас келетініне әуелгіде таң-тамаша қалатын, бертін келе бұғанда құлағы үйреніп, кісіні жалықтырар әңгімелерді ұқпаса да үнсіз тыңдап, өз қиялымен өзі болып отыра берер жақсы әдіс тапқанды. Бұл жолы да сүт қосқан күрең шайды ауық-ауық ұрттап қойып, қонақ бөлменің екі жақ қабырғасына сірестіре жиылған кітаптардан көз алмай түрлі-түрлі ой құшағына шомды. Бұл қонақ бөлмеден гөрі кітапханаға көбірек ұқсайтын сияқты. Бағила бір сәтке осындағылардың бәрін кітапханада шай ішіп отырған адамдарға ұқсатып, өзінен өзі іштей жымиды. Және бұлардың кітапханада шай ішіп, қарқ-қарқ күліп отырғандарын кітапты сыйламау, оның қасиетін қорлау деп ұқты. Ол Ташкендегі қораздар таласы жайлы тамсана айтып отырған үй иесіне бір сәт қарағанда көз алдында бет сүйегі шығыңқы, ойнақы жанарынан оты таймаған, кісіге сынай қарайтын, тістік мұрын, еріндері қаймақтай, ақ сары адамның суреті қалды. Неге екені белгісіз, бұл сурет Бағиланың санасында ұнамсыз сөзін тастап өтті. Бағила бұл секілді адамдарды да көрген, және олардың көпшілігі қытымыр, даукес, өзімшіл, қызғаншақ, ұсақ, сараң, мақтаншақ боп келетінін, оның үстіне мейлінше сақ әрі міндетті түрде жағымпаздыққа жақын жүретінін де байқаған. Көз алдындағы елес портреттен назар аудармай тұрып-ақ, ол үй иесінің мына кітаптарды түгел оқымағаны жайлы өз көңілінде бір сұрақтың жылт ете қалғанына таңырқаған жоқ. Бағила, шайыңыз суып қалды ғой, кесеңізді беріңіз, ауыстырсын деген оң жағынан естілген дауыс жаққа қарағанда қасында отырған ақын, жазушыларға өкпелі жігітті көрді. Бұл қашан кеп қасыма отырған? Ыстық күнде костюмін шешіп тастаса қайтеді, маңдайынан аққан терін сүртсе болмас па? Бағила бұл жігітке деген жүрегіндегі жек керу сөзімінің кенет жиіркенішке ауысқанын сөзіп, қабағын тыржитты. Тұрғат қыздың бұл мінезін бөтен үйдің шаңырағынан қысылып отырғанға жорып, оның кесесін өзі алды да, шай құйып отырған Мәликеге ұсынды. Жеңгей, аса ыстық болмасын. Сүтін молдау құйыңыз. Бағила ыстық атаулыны ұнатпайды деді. Ол соңғы сөзін Бағилаға бағыштап, мейлінше жұмсақ, еркелеткен үнмен. Өзімшілін қарай гөр деді. Бағила іштей ызаланып, менің нені ұнатып, нені ұнатпайтынымды қайдан біледі? Жоқ. Ыстығынан құйыңыз деді ол кенет Мәликеге. Тұрғат сасқан жоқ. Бұл жолы да Бағиланың қасиетін жақсы білетін сыралғы адам боп шыға келді. Мейлі, ыстық болғаны да дұрыс. Ұзақ жолдан шаршағанда ыстықты қалайтыны да бар деді ол мүлде салмақты үнмен. Ұятсыз деді іштей Бағила, мұнымен не ұтпақ. Стол үстінде тұрған 7 литрлік электр самовары мен адамдардың лебінен, қала берді кішігірім театрға лайықты үлкен-үлкен 2 хрусталь люстраның әсерінен үй іші моншаға айналды. Терезе алдына қойылған жел диірмендей үлкен желдеткіш осындайда қызмет көрсетіп қалуға тырысып қанша гүжілдегенмен үй ішіне қамалып алған қапырықты айдап шыға алар емес. Қаратай орнынан ақырын көтеріліп, үстіндегі жаздық сұр костюмін шешіп орындық арқалығына ілді де, галстугын кішкене журнал столының үстіне лақтыра салды. Содан соң көйлегінің жоғарғы 2 түймесін ағытып, иығынан ауыр жүк түскендей терең бір дем алып, орнына қайта отырды. Бағила кітаптардан көзін тайдырып, жұртқа қарағанда олардың бәрінің көйлекшең отырғанын көрді. Тұрғат та костюмін шешіп, дәл Қаратай секілді жоғарғы 2 түймесін ағытып тастапты. Бағила ақыл тоқтатқан, ересек адамдардың және бірін-бірі бұрыннан білетін адамдардың өзара отырып та ресми қарым-қатынастың оңай тұтқыны бола салатындарына түсінбеді. Осында қанша адам отырса бәрі бір-бір сыпыра тост көтеріп шықты. Бір-бірінен аумайтын, инкубатордан шыққандай ұқсас сөздер, жаттанды тілектер, таптаурын ойлар. Жан-жақты білімді, мәдениетті боп көрінуге күш салып жүрген Тұрғатта қиналуды, миды қинауды керек етпейтін бұрыннан дайын, кезекші тілек айтты. Саяси тост көтерді және ол саяси тостың бұл атмосферамен, қазіргі жағдаймен мүлде қатысы болмағандықтан біршама қолайсыз шықты. Бірақ таңқаларлығы сол, шыдамдылыққа үйренген кісілер үнсіз тыңдап отырды да, сөз біткен кезде аналарынан туғалы бері мұндай лебізді тұңғыш рет естіп отырғандай, дән риза кейіп танытып, орындарынан бір-бір қозғалып, бәрекелде деп у ете түсті. Қаратай ғана қалыптан сәл ауытқып, Мәликенің, жеңгесінің денсаулығы үшін, Сәкеңнің ағайының шабытына шабыт қоса берер, оның сыры кетпес әдемілігі үшін. Осындай ерке мінезді, қарапайым, жар қадірін түсірмейтін әйелдер үшін лебіз көтерді. Бұл да аспаннан алынған,
Жер астынан табылған сөз болмаса да, өзгелердікіне қарағанда клеткалары тірі, организмінде жаны бар тілек болды. Отырғандар желпініп қалды. Қайнымның сөзіне бәрің түгел алыңдар деп Мәлике өз аралап, кісілермен рюмке соғыстырып шықты. Кішігірім келі сияқты хрусталь рюмкелер жан-жақтан кеп түйіскенде, үстін-үстін соғылған жүз қоңыраудай сыңғырлап тұрып алды. Мәлике өзі үлгі көрсетіп, рюмкедегі жартылай құйылған коньякты тамшы қалдырмай тартып тастады. Қаратай да аяғына шейін алды. Қаратай алған соң қалғандары жайлы сөз қоздаудың да қажеті жоқ. 3-4 жігіт бауыры бүгін шіріп кетсе де қағып тастады. Үй иесі Сәргел ғана қаймақтай ернін бокал ернеуіне тигізіп, маған у беріп отырған жоқ па екен осы дегенде еріндегі коньяк жоғының тілімен ары алып кетіп, тамсанып қойды да, бір сәтке бет әлпеті қимылсыз қап тыңдады. Бұл әйелінің жұрт көзінше коньякты сарқып ішкеніне көрсеткен қарсылық еді. Қарсылық елеусіз қалды. Мәлике күйеуінің көңіл күйіне мән берген жоқ. Көзінің қиығынан оның тамсанып отырған сәтін бір шолып өтті де, орынсыз қытымырлыққа ыза боп тұрғатқа. Қайным, қонақ болсаң да осы үйдегі кіші сенсің, тағы бір құйып шық деді. Ол сол сәтте орнынан ұшып тұрып, жұртты аралап бокалдарға коньяк құйып шықты. Сәргел алдындағы бокалдың аузын алақанымен жауып, салалы етсіз саусақтарын төмен түсіріп, хрустальды үгітіп жіберердей уысында мыжғылай берді. Екі жақта арбасу іштей пісіп келе жатты. Мәлике күйеуінің қызғаншақта қытымыр мінезінен қорықпайтын. Екеуінің арасындағы қайшылық тек бір жақты қызғаныштан, Сәргелдің қызғанышынан ғана туындайтынды. Егер әйелі ешкімге көңіл бөлмей, қонаққа барса да, қонақ шақырса да маңайдағы еркек атаулыға, жас болсын, кәрі болсын Сәргел қызғана береді. Немқұрайды қалып танытып тіпті, олар аршып берген конфетті де елеусіз қалдырса, сөйтіп, басқа жақта отырған жерінен өзінің қасына кеп, қызуы қайтқан, сұлулық пен жастыққа селт етпейтін, өзінің күйеуінен басқаға қызықпайтын, тіпті қажет етпейтін салқын әйелдің кейпімен басының ауырғанына немесе көңіл қошының жоқ екеніне шағым жасап өзгелерден ертерек кетіп қалар кездерінде Сәргелдің көңіл күйі айрықша жайдары болар еді. Бірақ мұндай сәт сирек, тым сирек кездесетін, әсіресе соңғы кезде. Күйеуі қанша қызғанғанымен, қанша ашуланғанымен оның бұл мінезінің шарықтау шегі, тоқ етер жері Мәликеге оншалықты қорқынышты емес. Өйткені оның жас жігіттердей шартсынар қасиеті, күтпеген шешім қабылдар тәуекелі жоқ екені де жас әйелге күні бұрын аян болып тұратын. Өзінің осындай шарасыздығын күні бұрын Сәргелде сөз еді. Дәл осы сөзіні оны бұрынғысынан да діңкелетіп, дәрменсіздігі ішіне жегі боп кіріп, жүйкесі мен миын ірі егеудей егей бастайды. Мұндай кезде ол шектен тыс, шікәмшіл, тырысқақ, тіпті аурушаң болып алады. Мәлике болса бұған кері мінез танытып, жайдары, ерке, өмірге құштар, адам атаулының қайғысы мен қуанышына ортақтаса кетер елгөзек боп кетеді. Жұмыс кабинеті мен ас үйдің, дәретхананың арасында жұмсақ тапочкасын сырп-сырп басып, әлденелерге наразылығын білдіріп, күбірлеп жүріп алатын күйеуінің көңілін табу мақсатында Мәлике бір әрекет жасап көрген емес. Әуелгінде Сәргел өзінен өзі мүжіліп, бүк түсіп жатып алатынды. Айғайлауға, тіпті ашу үстінде әйеліне шапалап жұмсауға да қақысы бар екенін ол түсінетін. Бірақ бұл екі әрекеттің екеуі де қазіргі жағдайды жақсартуға көмегін тигізе алмасын, керісінше іштей арпалысты сыртқа шығарып, ашықтан ашық жауласуға апарып соғарынан аяқ тартатынды. Ал Сәргелдің жасында ашықтан ашық жауласуға бару, өз қолымен болашақ жеңілістің қабырғасын қалаумен тең. Өзінің ашық майданда жеңіске жете алмасын сөзген ол, күрестің қарусыз түрін, наразылық пен қарсылық әдісін таңдауға мәжбүр еді. Жыл өткен сайын бұл әдісте босаңсып, ол әйелінің дегеніне мысқалдап көніп келе жатты. Амалсыз, шарасыз көніп келе жатты. Ал Мәлике болса мұны жеңіс деп бағалаған емес. Ол мына үйдің ішінде өз дегенінің салтанат құратынына кәміл сенетінде мына күйеуінің ұйқыдағы аюдай үн түбінде жатып ап, тез беріле қоймағанына ызаланатын, және өз ойының үстемдік алуын, семьядағы өзара толық түсінушілік деп бағалайтынды. Олардың жұбайлық өмірінде бір адамның толық үстемдік етер көзеңі, тең права екеуі қосылғалы болған емес, туып келе жатты. Мәлике күйеуіне ашуға ашумен жауап бермей қас-қабағымен, ас үйде шай ішіп отырып, оның қызғанышының мүлде орынсыз екенін, жаман болсын, жақсы болсын күйеуге тиіп, бір шаңырақтың астында тұрып жатқан соң адалдықты аттауға ары жібермейтінін, және орынсыз қызғаныш арқылы әйелдік арын аяққа таптайтынын мейлінше нанымды, мейлінше байыпты үнмен қысқа-қысқа айтып өтетінді.
Бұл сөздер оның ұстамды бет пішінімен, салқында сабырлы даусымен, сенімді де нық қимылдарымен итене қабысып, жалғандық атаулыға ешқандай күдік қалдырмайтын. Бірақ Сәргелдің жасы мен Сәргелдің табиғатындағы адамдар күдіктен бір жола қол үсіп кетуі мүмкін еместі. Әйтсе де, қанша ауытқығанмен тал түбінен кетпейтін көлеңке секілді, көңілінен сейілмейтін сол күдігінің ар жағынан түнгі ауылдың алыстан көрінген жалғыз шамындай сенім сәулесі жылт-жылт етіп, жанына медеу болатын. Соңғы 3-4 айда сол сәуле күшейе түскендей еді. Сәргел бірнеше рет ойламаған жерден жұмыстан оралғанда әйелінің жат оймен еш хабары жоқ. Ванна бөлмесінде көпіртіп кір жуып жатқанын немесе қысқамымен варенье қайнатып, компот жасап, семья тауқыметін алаңсыз арқалаған адамның тірлігіне қайрылмастай берілген қалпын көріп, жүрегі орнына түсетін. 2 рет командировкасынан да мүлдем ерте келді, соңғы рет Ташкент сапарынан. Және түн ішінде. Мәлике 2 баласын 2 жағына алып, бейғам ұйықтап жатыр екен, есікті қалтасындағы кілтпен өзі ашып кірген. Әйелін оятпай тұрып үйден күдікті әрекеттердің болмашы іздеріне шейін бақылап шықты. Бәрі қаз қалпында. Жолдан қайтып келгенде әйеліне сөздірмей баса назар аударатын темекінің күл салғышы да киім ілгіштің жанынан қозғалмапты, ішінде қалған бір тал таза сіріңке шиі де алынбаған. Әр жерде балаларының киім-кешегі, шимайлап сурет салған қағаздары шашылып жатыр. Үйде мүлгіген бейбіт тыныштық, шаңырақ астында бала қамы, семья қамы, оларға деген аналық қамқорлық салтанат құрған тіпті. Өзі кіріп келіп, шам жаққышты шырт еткізгенде де, не дыбыстан, не кенет жанған жарықтан Мәликенің оянбауы әйелінің алаңсыздығынан хабар беріп, сенімін нығайта түсті. Сонымен бірге өзінің орынсыз күдігімен жасырын арамдығын сейілтіп, жүрек түбінен адалдық алдындағы кінәсін мойындатқан ұятын шымырлатып өтті. Табиғатынан тоғышарлыққа ынтық жан дүниесі тоят тауып, бұйығы, алаңсыз, разы өмірге еніп келе жатқан осындай көзеңде әйелінің күтпеген жерден бүгінгідей қылық көрсетуі Сәргелдің үйіп келе жатқан сенімін сетінетіп, бұған дейін едәуір қалыптасып қалған оң көзқарасын іштей қайта таразылауына мәжбүр етті. Осы мәжбүрліктің оянуымен бірге ішкі арпалысымен Сәргелдеңі де қоса бас көтерді. Қонақтармен қайта бокал соғыстыруға кірісіп кеткек әйелінің дәл қазіргі қимылы мен жайдары мінезіне, өзіне соншалықты ұнамайтын мінезіне қарап отырып, Сәргелдің күдікті ойының тұңғыш рет басқа арнаға, бұрынғыдан да азапты жаңа арнаға бұрылғанын алғаш сөзінді. Ол сөзім бойындағы қызғаныш пен күдік Сәргелдеңінің өмірі бойы, өле-өлгенше өзімен бірге жасайтындығын алғаш ұғыну еді. Бұдан 6 жыл бұрын әйелі дүние салды. Оның өліміне Сәргелдің қызғаныштығы тікелей себеп болды. Марқұмның жүрегінің ұстамалы ауруы бар еді. Әйелі жұмыстан сәл кешіксе де, дүкеннен әлдеқайда бір заттар алып, айтқан уақытысында келе алмаса да, тіпті жұмыста отырып үйге телефон соққанда телефон бос болмай қалса да, неге кешіктің, дүкенде кіммен жолығып қалып едің, телефонмен қай сүйгенің сыр айтты, деген сияқты мысқылмен жанын жейтін. Мұндай сөздерге жауап бере алмай ол әлденеше рет буынып талып та қалып жүрді. Әйелі мұнымен бірге қонаққа барудан да қалды. Қонаққа барып қайтқан күні үйде керіс болмай тынбайтын, тіпті телевизор көріп отырғанда дикторға неге сонша тесіле қалдың деп дау бастаудан да жалықпайтын. Ақыры осындай бір даудың үстінде әйелі ас үйде құлап түсіп, жедел жәрдеммен ауруханаға аттанды. 2 баласын ертіп, ертесіне сәскеге жуық артынан барса, ол дүниеге жүріп кетіпті. Күйеуіне арнап бір тарақ қағаз қалдырыпты, балаларды төркініме апарып таста. Мен кеттім. Қызғансаң дүниеге кел. Ол есеңгіреп кетті. Басы шуға толып, балаларының мамалап жылағанын да естіген жоқ. Әйелінің соңғы сөзі көпке дейін есінен кетпей қойды. Тек өлім ғана өз кінәсін мойындатқанын, бұған дейін қызғаныштығының неге апарып тіреріне мән бермегенін, ең соңына да оны қорлап, азаптап өлтіргенін сөзінді. Әуелгі кезде ол мұндай кенет соққыдан еш жей алмастай болып еді. Бірақ арада 5-6 ай еткен соң қайғы табы кемескіленіп, жүзіне қайтадан қан жүгіре бастады. Жолдас шоралармен әзіл айтып көңілсіздігін күлкі алмастырды. Бұрын әйелі барда ойынан күдік, бойынан қызғаныш арылмай еңсесі түсіңкі жүруші еді. Енді оның бәрінен құтылып, өзін мүлдем жеңіл, мүлдем азат сөзінді. Осы жеңілдікпен осы азаттығының ар жағынан қылт етіп ауық-ауық көрініп, арын шымшылаған басқа бір кінәлаушы сөзімді ұясында тұншықтырып, іште шірте берді. Ақыры ол сөзім бір жолата өліп, жазылған жарадай мұның мазасын алмайтын болды. 1 жыл өткен соң Мәликеге үйленді. Мәлике бұған дейін есік көрген әйелді.
Күйеуі Алматының кішігірім бір ресторанына барабанда ойнайтын. Алғаш рет композитормын деп танысқан. Ұзын шашы мен қауғадай сақалына және музыка жайлы айтқан әңгімелеріне қарап болса болар деп шын сенген. Ол кезде бұл ұлттық тағамдар сататын Береке дүкенінде сатушы боп істейтін. Композитор таныстықты созған жоқ, бір айдан соң ақ үйленейік деген ұсыныс айтты. Әзірге жолы болмай жүрген жас таланттың тілегін қабылдамауға Мәликенің еркі жоқ еді, ол да келісім берді. Болашақ күйеу балалармен таныстыру үшін оны Алматының іргесіндегі үйіне ертіп барған. Қыз әкесінің үйіне күйеу бала жүн-жүн боп кіріп барғанда ойнап отырған балалар бұрыш-бұрышқа бытырай қашып, сәті түскендері есіктен саңлау тауып далаға атылды. Күйеу баланы күтіп, дабыр-дұбыр, мәз-мейрам болып отырған кемпірлер Кәлимаға тілін келтірген. Жастар жиналып, азнаулақ отырыс қызғанда күйеу бала өнер көрсетті. Ортаға шығып ап, жын ұрғандай биледі. Барабан деді айғай салып арасында. Барабаны несі? Дайте мне мой барабан. Мен барабанға арнап концерт жазғанмын. Мәликенің әкесі мектепте оқу бөлімін басқаратын, бір-екі жігітті жіберіп барабан алдырды. Барабанға арналған концерт түн жарымына шейін созылды. Той Алматыда, ресторанда өтті. Мәлике осы той үстінде ғана күйеуінің ешқандайда композитор емес, Тастақ ресторанындағы оркестрде жай барабаншы екенін білді. Оны жігіт жағынан шақырылған қонақтардың бірі айтты. Жұбайлық өмір алғашқы түннен салқын басталды. 3 айдан соң екеуі екі жаққа ажырасып тынды. Сәтсіз неке Мәликені жастып кетті. Бұдан соң да ол біраз жігіттермен танысып көрді. Бәрінен де қыдыруға бар, үйленуге жоқ ниет байқап, еркек атаулыдан іргесін аулақ салып жүрді. Уақыт өтіп жатты. Ол 28-ге келді. Қиялында армандаған, қиялында күткен болашақ жардың елесі күн асқан сайын алыстап бара жатқанына, белгісіз үміттің есігін күзетіп, жастық шағының жалына әлсіреп бара жатқанын сөзді. Өзі теңдес жігіттердің бәрі әлдеқашан үйленген, ал үйленбегендері тіс қаққан қу, немесе аяғын есеппен басатын пысықтар. Соңғы тектегі жігіттердің танысқан күні ертеңінде телефон соғып, ұялмай қызармай қазы карта, жал жая сұрайтындарына намысы қозып, кеудесін жиреніш биледі. Еркектердің ұсақтығына, олардың пендешілікке бейімдігіне ызаланды. Жігіттер қайда дейтін ол оңаша үйде жалғыз жатып, еркектер қайда кеткен. Бәрі осындай болса күйеуге тиіп керегі не? Әлде жөні түзулері 30-ға шейін үйленіп бітем екен. Мәлике осы көзге шейін кездестірген жігіттерінен 4-ақ қасиетті байқады. Ішу, жеу, күлу, төсек. Бәрі де осы 4 бұрышты түсініктің ішінде ғана ғұмыр кешетін сияқты. Бәрі бір деңгейде. Бұл 4 түсінікті меңгеру үшін институт бітірудің, диплом алудың, тіпті адам болып жаралудың өзі шарт емес екеніне ешқайсысы ой жібермейтін секілді. Осылай жігіт атаулыға ызалы көзінде сәргелге жолықты. Дүкенге келіп, оны-мұны заттар алып жүретінін бұрын да көргені бар. Соңғы кезде жасырып, жас жігіттей жинақы, ширақ қалыпқа түскенін де байқаған. Бірақ оның қайда, не қызмет істейтінінен бейхабар еді. Шашына ақ қылау араласа бастағаны болмаса анау айтқан кәрі де емес, 45-46-лардың ішінде. Бір күні дүкенге қымыран түсе қалды. Қайта өркендеу дәуіріндегі кісі қымыран көрсе түбінде ұйықтауға дейін дайын екен. Қымыран 3 күн бойы үзбей түсіп тұрды. 3 күннен соң өрістегі түйені кесіртке еміп кеткендей тапа тиылды. Бірақ 3 күндік қымыран екеуін таныстырып барып тоқтады. Бір жұма өткен соң екеуі жұмыс аяғында кездесуге уағда байласты. Мәлике дүкеннен шыққанда сәргел есік алдындағы телефон автоматтың жанында үстіне ағаш көйлек кигендей сіресіп күтіп тұр екен. Мәлике мырс етіп күлді де, оның жанынан тық-тық басып ете берді. Сәлеметсіз бе деді, ағаш денеге жан бітіп. Сіз тұр екенсіз ғой. Сәлематсыз ба? Көп күтіп қалған жоқсыз ба? Жоқсыз секілді қызды таңға шейін кірпік ілмей күтуде бақыт емес пе? Онда 6 күн бойы бақытты боласыз. Түсінбедім деді ол сыпайы жымиып. Бізде мен секілді 5 қыз жұмыс істейді, менімен 6. Ғажап деді сәргел басын оқыс шалқайтып, алақанына шарт соғып. Мәлике оқыс қимылдап күлкісін кілттейіп, оның бетіне бажырая қарады. Ғажап, әзіліңіз тамаша екен. Тух, зәремді алдыңыз ғой. Композитор емессіз бе? Жоқ. Дадентпін. Ғалыммын деңіз. Қымыранға көптен құмарсыз ба?
Жасымда түйе еміп өскем. Жас көзінде адам бір жануарды еміп өспесе кейін тарихшы болмайды ғой деймін. Менің бір тарихшы танысым бар, академияда, ол жас көзінде ешкі еміп өсіпті, қазір күн сайын телефон соғып, ешкінің ірімшігін сұрайды. Ал сіз қымыран сұрайсыз, ол тағы күлді. Сәргел намыстанған сыңай танытып, зорлана өзу тартты. Мәлике Сәргелмен таныстықты әшейін қызық үшін, ермек үшін бастаған, бертін келе әуелгі кезде кәрі көрінген тарихшыға бойы үйреніп, әр сөзін тамсанып айтар мәнеріне, ағаштан шауып жасағандай жүрген кезде қозғалмайтын денесімен мойнының сірескен қалпына, кісіге қашанда астармен, сынай қарайтын жымысқы жанарына, күн шыжып тұрса да үстінен тастамайтын галстугі мен пиджагіне, жүрек айнытардай бұрқыратып француз духиін себетіне, осы таныстық аралығында байқап үлгірген оның қытымыр мінезімен. Қызғаншақтығына тіпті анық аңғарылып тұратын сараңдығына да үрке қарамайтын болды. Және бұл қасиеттердің бәрі дерлік бұған дейін кездескен жігіттердің жасында да, жасамысында да бар болатын. Сондықтан мұндай мінез Мәликеге аспаннан түскендей жаңалық болған жоқ. Және Сәргелдің олардан бір артықшылығы, танысқан күні ертеңіне қазы карта сұрап телефон соқпады. Салған жерден төсекке де икемдемеді. Сыпайы қыдырып, сыпайы қоштасып жүрді. Мәлике оның үйіне де келді. Қаланың қақ ортасынан ойып алынған 5 бөлмелі еңселі пәтер іші толған шетелдік жиһаздар мен 2 қабырға сірескен кітап, айнадай жалтыраған паркеттеден. Мұндағы әбден қалыптасқан тазалық, ең соңында үй иесінің білдей доцент екендігі. Бәрі жиылып оның ойына, мұның жас жігіттерден қай жері кем. Олар бұдан несімен артық. Қайта бұл ойындағысын жалғандықпен жасыра алмайды, бәрі алақандағыдай. Оның үстіне бұл менімен ермек үшін танысып жүрген жоқ. Осы ойы басында жылт етіп тууы мұң екен, уақыт өткен сайын, онымен кездескен сайын, тіпті оңаша қалған сайын жиі орала беретін болды. Барлық әйелге тән шаңырақ қызығы, бала қызығы, жайлы тұрмыс қызығы оны күн асқан сайын баурап ала берді. Тек Сәргелдің бұрынғы әйелінен қалған 2 бала ғана оның алдында үлкен кедергі, болашақ жайсыз жайдардың ұйтқысындай боп көрінді. Сол екеуі ғана жарасым тауып кетер, шаңырақтың жылуына салқындық сеуіп тұрардай сөзінді. Оның бұл ойын Сәргелде айтпай аңғартып, 2 баласын бұрынғы әйелінің төркініне, нағашы аталарының қолына апарып тапсырды. Артынан келіп тұратынын, үзбей ақша жіберетінін, каникул сайын алып кетіп, қыдыртатынын айтты, уәде берді. Сөйтіп олар қосылды. Тойға Қаратай да шақырылды, ол кезде Қаратай совхоз директоры болатын. Әкелерінің әкелері ағайынды кісілері еді. Немере ағасының тойына ол жақсы сыйлықпен келді, тіпті той шығынын түгелдей өзі көтеріп кетті. Сәргелдің де алыстағы ағайындардың ішінен Қаратайды таңдап шақыруы да тегін еместі. Міне, биылғы жылы Қаратайдың қызы орта мектепті бітіріп, оқуға бармақ ниет білдіргенде, Сәргел немере інісіне хат жазып, өз тарапынан да бір жақсылық жасайтын көзінің әлдеқашан келгенін, Бағиланы университетке өзі орналастыратынын, қажет болса үйінде тұрғызуға да дайын екенін білдірді. Жиі ішіліп кеткен коньяк пен үй ішінің қапырық ауасы қонақтарды тура мағынасында да, жанама мағынасында да желпіндіріп тастады. Қаратай Мәлике көңілденген сайын Сәргелдің маңдайы қатпарланып, жұқа еріндерінің жиі жымқырылып, сөзден қалып бара жатқанын байқады. Ол жас жеңгесінің қаншалықты коньяк ішкенін аңғарған жоқ. Әйтсе де, оның қара торы әдемі жүзіне қан жүгіріп, кісіге батыл, тесіле қарайтын қарақаттай жанарына ерекше сиқырлы нұр құйылып, еркеде еркін мінезінің ашыла түскеніне іштей сүйсінсе де, немере ағасының іштей тынып отырған кейпін байқап, Мәликенің әзіл сөздерінің бәріне байыпты да салқын жауап беруге тырысып бақты. Оның бұл жаңа әдісі көп замай өз жемісін де берді. Сәргел ұйқысы қанып оянған сәбидей жан-жағына назар аударып, сөзбен күлкіге араласып, біршама тіріліп қалды. Қаратай дәл осы сәтте немере ағасына ұнап отырғанына және дастархан басындағы әзіл қалжыңды дер көзінде байыптылықпен алмастырғанына қуанды. Мәлике Бағиланың мазасы кете бастағанын сөзіп, оны оңаша бөлмеге алып кетті. Бұрын бұл Сәргелдің 2 ұлының ұйықтайтын бөлмесі болатын. Қазір қаңырап бос тұр, терезеге ашық сары жібектен перде ілініпті, оң жақ бұрышта, жиналмалы жұмсақ диван жанында перде түсіне сәйкес сарғыш торшер тұр. Қарсы бетке 2 қатар Румын кітап сөресі қойылып, оның жоғарғы жағына қатырылған бұғының басы ілініпті. Оның кездері сарғыш торшерден түскен сәуледен жылт-жылт етіп, мына шағын дүниенің көзге көрінбейтін арғы түбінен ерекше бір құбылысты байқағандай аңтарылып қарап қапты. Өзін кім атқанын, неге атқанына, былайғы денесінің қайда жоғалғанын, мұнда не үшін ілулі тұрғанын,
кімнің үйіне келіп ілінгенін білмейді, білгісі де келмейді. Оған ең маңызды нәрсе осылай кірпік қақпастан тар дүниенің көрінбейтін, алыс көкжиегінде болып жатқан белгісіз бір құбылысқа аңтарылып қарап тұра беру. Оған тек қарап тұру міндет, кімнің үйі болса да ол үшін бәрібір, мұп-мұздай музей қабырғасы ма, бәрібір осылай қарап тұра береді. Дүниеге о баста осылай қарап тұру үшін келген. Қаласаң терезенің бір жағын түгел ашып қой, деді Мәлике, көшенің бұл жақ бетімен машина жүрмейді. Тыныш ал, жайғаса бер. Осы бөлме түбі сенікі болады. Міне, мында пластинка тыңдауыңа болады. Пластинкалар мына полкада. Лили Иванова, София Ротару, Луки Маринеску, Арсен Дидич, Бисер Киров, Муслим Магомаев, Дин Рид, Папура Фукуда. Қалағаныңда алып тыңдай бер. Қысылма, өз үйіңдей көр. Мен адам мінезінің ашық болғанын ұнатам. Екеуміз әлі талай әңгімелесеміз, әзірге қонақтарға барайын, келістік пе? Бағила сыпайы күлімсіреп, басы изеді. Мұнда ауа таза, әрі салқын екен. Залда отырған қонақтардың дабырлаған дауыстары еміс-еміс естіліп тұр. Өзі кеткен соң олардың да сәл еркіндік алғаны аңғарылады. Бағила күні бойы темекі түтініне көміліп, керексіз әңгіме мен шудың арасында неге отырғанына таңданды. Ол терең бір күрсініп, диванға шалқалай отырды. Сөредегі қатар-қатар тізілген кітаптарға көзі түсті. Күні бүгін сатып әкелгендей тап-таза. Бағила бұл үйдегі кітаптардың білім көзі есебінде атқаратын қызметінен гөрі мүлік ретінде атқарар рөлі басымырақ екенін аңғарды. Ол есік жаққа жай бір қарап алды да, орнынан тұрып сөреге жақындады. Қолына түскен бір кітапты алып, атына назар аударды. Эллинизм эстетикасы. Ішін ашты. Бұған дейін қол тимеген болса керек, кітап беттері беймезгіл мазасын алғанына наразылық білдіргендей сытыр-сытыр етіп, 2-3 беттен қосарланып қинала ашылды. Ол бір-біріне жабысып қалған парақтарды ажыратып, алғашқы бетін оқып көрді. Әріптері ұсақ, оқуға қиын екен. Жарты бетін жүгіртіп оқып шықты. Шала ұқты. Көп сөйлемдерді түсіне алмады. Сонан соң орнына қайта қойды. Диванға кеп отырды. Басын қайтадан жоғары көтергенде кітап сөресінің үстіндегі бұғының кепкен басын көрді. Оның көлеңке жақтағы көзі бұған ұрлана қарап тұрған сияқты. Бағиланың денесі тітіркеніп, жүрегі мұздап кетті. Ол орнынан ұшып тұрып есік жаққа келді де үлкен люстраны жарқ еткізді. Бұғы бұрынғысынша алыс көкжиектен көз алмай қарап тұр екен. Мұнымен ісі жоқ, тіпті бұған назар аударуды тәкаппар басына ар санайтын сияқты. Оның көңілі жайғасып, орнына отырды. Люстраны сол бойы өшірген жоқ. Жол орды боп шаршағандықтан, әрі залдың әлгі қапырық ауасынан басы зыңылдай бастаған сияқты. Ол диван ортасында тұрған құс жастықты жаймен терезе жақ шетке итеріп, әлдекімді оятып алмайын дегендей сыбысын білдірместен жастыққа басын қойды. Жатар кезде тізесінен сәл жоғары көтеріліп кеткен юбкасын қолымен ақырын төмен түсіріп, кірпігін айқастырды. Жанарына сіңіп қалған люстраның өткір жарығы көз алдына қысқы қыраудай ақ жарпа ойнатып барып, бірте-бірте алыстады да, төңіректі сұйқылтым қараңғылық басты. Ол осылайша ширек сағаттай қимылсыз жатты. Төбеден шақырайған жарық терезенің ашық сары пердесіне шағылысып, сүт бетіне біркелкі тараған кепірөз тамшысындай Бағиланың мінсіз ақ жүзіне жарасымды сарғыш рең қосып тұр. Табиғат бар өнерін сарқа жұмсап, осы бейнені жасап біткен соң, бұл сұлулықты азырқанғандай қою түннің жасымақтай бір түйірін ойып алып, мәрмәр беттің сол жақ етегіне мен етіп жабыстыра қойыпты. Қарсы көрінген қара шағаланың қанатындай шашаусыз біткен имек қас ширек шеңбер тәрізді біркелкі жұмылған кірпіктермен ерекше үйлесім тауып, табиғаттың шебер суреткер екенін осы үйлесімдік арқылы маңайға паш етіп тұрған секілді. Екі қастың ентелеп кеп қосыла алмай қалған тұсынан басталатын әдемі, қыр мұрны ұстасаң үгітіліп кетердей бір-бірімен болар, болмас қиюласып жатқан томпиған балаң еріндерге бағыт сілтеп тұр. Ақ кофтасын аздап кере бастаған кеудесінің көтеріліп басылғаны болмаса, оның демалып жатқаны да сөзілмейді. Бағиланың дәл қазіргі қалпы мен бүкіл болмысы адам баласының, сұлулық пен пәктік қандай болмақ деген сауалына жаратылыстың үнсіз беріп тұрған жауабына сайғандай, Бағила осылай үнсіз жатып, жол оқиғасын ойша шолғанда кенет жүрегі лүп етіп, еріксіз көзін ашып алды, жүрегінің лүпілі үдеп бара жатқан секілді. Оның есіне өздері қуып шыққан баяғы жігіт орала кеткенді. Көзін жұмып жатқан әлгі бір сәтте, ол жігіт бейнесін анық көргендей еді, енді оны мүлде жоғалтып алды.
Кірпігін қанша айқастырса да ол бейне дәл жаңағыдай айқын көрінбеді. Ол да осы қалада ғой. Деген жаңа бір ой кенет жарқ етіп, оның ішкі дүниесіне әрі алқыныс, әрі қуаныш, әрі сабыр тастап өтті. Бағила осы көзге шейін ол жігітті бірде-бір рет еске алмағанына, ол жайлы бірде-бір рет ойламағанына таңданды. Сол үшін бейтаныс бейненің алдында өзін кінәлідей сөзінді. Қонақ бөлмеден ду етіп жарылған күлкі, әкесінің әңгіме айтып отырған көтеріңкі даусы, ас үйден Мәликенің шыны ыдысты түсіріп алып, оның күл парша боп сынғаны естілді. Мас боп қалған ба? Ол еркектермен неге коньяк ішеді? Әлгі ойына қайта оралды. Қайта оралған сәтте қонақ бөлмеде отырғандардың пәуіздағы жігітке көрсеткен әділетсіздіктерін мүлдем ұмытқандарын, енді ол жайлы ешқашан ойламайтындықтарын түсініп, олардың бейғам күлкілерін тіпті ұнатпады. Қызық, деді кенет таңданып, мен оны неге ойлаймын? Неге оны ойлауға тиіспін, және ол жайлы ұмытып кетті деп қонақ бөлмеде отырғандарды не үшін кінәламақпын? Оны пәуіздан түсіріп тастаған жоқ қой, бар болғаны басқа купеге ауыстырды. Екі адам келе жатса басқа купедегі жалғыз адамның орнын ауыстыруын ол да сұрар еді. Өтті де кетті, ондай ұсақ оқиғаны мен емес, өзі де ұмытқан шығар, мен неге өзімді кінәлі санаймын? Әуелгі кезде жаңалықтай боп көрінген бұл сауал оның санасындағы жігіт бейнесін біршама көмескілеп, бейтаныс адам жайлы ойлай беруге ешқандай негіз жоқ деген қорытындыға әкеп тіреді. Осыған дейін түйгенінің бәрін өткінші аяушылыққа жорып, соңғы қорытындыны бірден-бір дұрыс шешім деп алаңсыз сенуге бет бұрғанда, санасының терең түкпірінен өзіне түсініксіз қимастық бір сөзім бөлекше бас көтерді. Енді ол соңғы күдігімен кенже ойының арасында жатып, ми қатпарының басқа бір нүктесінде өз бетінше пайда болған, оның аты жөні кім болды екен? Деген тосын сұраққа еріксіз таң қалды. Кейде адам санасы мен миы бұрын келіп түскен сауалдарға өз бетінше, автономиялы түрде жауап әзірлей беретініне алғаш көзі жетті. Есік ашылып, Мәликенің тамаққа шақырған даусы естілді. Асқа зауқы болмай жатса да ізет сақтап, қайшылығы мен қызығы мол ойларын амалсыз диванда қалдырып, орнынан тұрды. Есік тұтқасынан қолын айырмай, мұны күлімсіреп күтіп тұрған Мәликеге қарсы бара жатып жай ғана күрсінгенін Бағила өзі де аңғармады. Бағана араларында отырғандықтан мән бермеген бе, Бағила уақытша кетіп қалып, қайта оралған сәтте Қаратай мен Сәргелден басқа жұрт сөздерін кілт тоқтатып, абдырап қалды. Қастарындағы Мәлике де ас үйге кетіп, бір-бірінің көнтиген ерін, қоңқақ мұрын, сыпыра құлақтарына үйреніп қалған кездер есіктен жайлап еніп келе жатқан сұлулықтың үлгісін көргенде таң қалған сөзіндерін жасырып қалуға шамалары жетпеп еді. Тұрғат орнынан ұшып тұра бергенде, стол ернеуіне жақын қойылған тарелканы белдігінің доғасымен іле көтеріп, салатымен қоса төңкеріп тастады. Жерге түскен шанышқыны іле-шала қуамын деп шапшаң еңкейген кезде, еріп тұрған тортқа маңдайын батырып алды да, бәрібір жұртқа көрінер бет жоқ екенін сөзіп, сол бойы стол астына кіріп жоқ боп кетті. Кесірлі шанышқыны тауып, үлкен әбігермен оны стол үстіне қоя бергенде жұрт күлді. Тұрғат ванна бөлмесіне шыға жөнелді. Өзінің қызына жұрт назарының қадала қалғанынан біршама ыңғайсыздыққа түскен Қаратайдың қазіргі күйін мына өрескел қимылдан туған ду күлкі құтқарып алды. Әйтсе де, Тұрғаттың әлгі қимылында тек ізеттілік қана емес, ар жағында басқа да бір жасырын сыр жатқанын жүрегі сезе қойды. Сөзе қойды да, Алматы сияқты үлкен қалада сұлу қыздың алдынан талай-талай қиындықтар туарын, оның бәрін жалғыз ақылмен жеңіп шығу оңайға түспесін тағы аңғарып, көңіліне күні бұрын уайым ұялады. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 5-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.